Мұхтар Мағауин әйел махаббаты. Құдай-ау, біз көріспегелі 10 шақты жылдан асып кетіпті ғой. Иә Бәтимаш, ол кезде біз қыз едік. Бес биенің забасындай толық етшеңді келген қара торы әйел Бәтима өзінің бір кезде қыз болғанына шынымен таңырқағандай сәл аңырап қалды да, диванда шалқайып жатқан күйінде сағынып көріскен досы Зияны құшағына қыса түсті. Қыз күнінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деген осы екен-ау, қазіргі түріміз мынау деп қойды. Сен айтпаймын, деді аздан соң Зияға күле қарап. Бойың өсіп, бет-бейнең ашанданып, денең толықсын қырағаны болмаса, сол уылжыған қалпың, әлі көп қыздан артықсың. Мектепте жоғары кластарда оқып жүргенде өзімізді бойжеткен санаушы едік. Бала екенбіз онда. Студенттік жылдары ғой, шын дәурен сүрген кезіміз. Бір қалада оқымағанымызды айтсаңшы. Сенмен бірге осы Алматыға келмегеніме әлі өкінем. Онда Бекеңе кездеспейтін едің ғой, деді Зия ойнан қылана. Солай екен-ау, бірақ Бекең болмаса Секең кездеспес еді. Кім дейсің? Секең. Әйтеуір біреу дегенім ғой. Аз үнсіздіктен соң қалжың ғой бәрі де, деп қосып қойды Бәтима ақталған түрмен. Мектепте 10 жыл бойы бірге оқып, құлынтайдай бірге ойнап, бірге өскен құрбылар енді 12 жыл өткен соң бірақ кездесіп, осы аз ғана уақыт ішінде соншама өзгергендеріне іштей таң қалысып, бірінен бірі көз айыра алмай ұзақ отырды. Кеше ғана тұлымдары желбіреген қыз еді-ау екеуі де. Енді міне құшақтасып, күлісіп, біраз мауқын басқан соң екі әйел үй, тұрмыс, тіршілік жайын сөз етіп кетті. Екеуден екеу отырып қою шайды тартып алған соң әңгіме тіптен қыза түсті. Таусылар емес, Зия, деді бір кезде Бәтима кенеттен. Көптің көкейінде жүрген сұрағы есіне жаңа түсіп, осы сен күйеуіңмен неге айырылыстың? Қанша сұрасам да хаттарымнан ештеңе біле алмадым. Анығын айтшы. Зияның жүзіндегі күлкі лезде тарады да, бет пішіні ойлы, қамырықты қалыпқа ауысты. Мінезіміз үйлеспеді, деді көзін бір нүктеден алмаған күйі. Келісе алмадық. Тағы сонында айттың, түсінбедім сені. Естуімше ол соншама атақты адам болса да, жібекте есілген биязы, үлкенді аға, кішіні іні деп тұратын мейірбан жан көрінеді. Білетіндердің бәрі солай дейді, ал сен тіпті бала кезіңнің өзінде аса ұстам дедің. Тұрмыстарында жаман болған жоқ, сонда неменеге келісе алмадыңдар? Келіспедік, деді Зия Бәтима айтқан сөздерді естімегендей қимылсыз күйінде. Той қарсаңындағы хаттарың менде әлі сақтаулы. Не деп жазып ең сонда? Өмірлік серігім болатын адамға кездестім, бақытымды таптым деп. Бәтима, деп Зия жалынғандай дауыспен. Мені тағы азаптағың келіп отырма? Сенен неше рет сұрадым, осыны сөз қылмай-ақ қояйық деп. Сағынып кездескен құрбысынан мұндай ренішті сөз күтпеген Бәтима тосылып қалды. Өзгергеніміз ғой, деді аздан соң жәбірлеген кейіппен. Сыр жасырушы ма едік бұрын? Бірақ менің анық білетінім, сен оны әлі ұмытқан жоқсың, ұмыта алмайсың. Кімді? Зия селт етіп Бәтиманың аузына қарады. Кімді болушы еді? Арыстанды дағы. Сол кісіні жамандаған бір адам көргем жоқ. Өзі де Құдай берген жігіт қой, жұлдызы жанып ақ тұр. Бұл бастағаны ғана, әлі жас, 30-дың ішіне жаңа енді. Доктор, профессор, не керек Зия, бақытыңды басқа тептің. Бақытымды? Зия ауыр күрсініп алды. Бақытымды басқа тептім ғой шынында. Құдай маңдайыңа жазған қосағың емес пе еді арыстан? Төй, Бәтимашай, тағы да арыстаныңды әкелдің бе? Зия денесін суық қарығандай құшақтасқан қолын жазып, Бәтимадан алшақтан қарап отырды. Сенің маңдайыңа жазылған арыстан еді дедің бе? Айтайын енді, алтыңда кім екен? Мен өмірімде ондай адамды көрген емеспін. Ол ешкімге ұқсамайтын. Толқынды, қалың қара шашын шалқасынан қайырып қоятын. Желкесіне дейін жететін. Арты көтеріліп, күдірейіңкіреп тұратын. Онысы өзіне ерекше өн беретін. Ол сұлу емес еді, бірақ сымбатты тұғын. Аяғын салмақпен басып, жайымен ойланып, жүріп келе жатқанда жұрттың бәрінен еңселі көрінетін. Оның көзі, сен сондай көзді көргенің бар ма? Тыныш жатқан терең қара сулар болады ғой, соған ұқсас еді.
тіпті теңеу таба алмаймын. Күлмейтін, үнемі бір қалыпта, тұңғиық селт еткен күйінде тұратын да қоятын. Мен кейде Короленконың соқыр музыкантының көзіне ұқсататынмын. Біздің қыздардың бірі оның көзін өлген адамның көзіндей деп еді. Рас, кейде жанарынан жалт еткен от көрініп қалатын. Онысы ерекше көңілденген кездерінде болушы еді. Әйткенмен бұрынғы қалпына тез түсетін. Оның көзі неге сондай болды екен деп жиі ойлаймын. Әлде бақытсыздығынан ба, әлде үнемі ой үстінде жүргендіктен бе? Ол консерваторияда оқитын. Институтымыздағы көркемөнерпаздар үйірмесін басқарушы. Төсек тартып жатып қалыпты да, уақытша соның орнына келіпті. Аты Төлеген екен, жібегін іздеп жүрген көрінеді деп күлісті алғашқыда қыздар. Ол композитор еді. Жүрек толқытар сырлы әндері ауыздан ауызға көшіп, жаңа тарай бастаған кезі. Атағы шықпаған, бірақ әнін естіген, өзін білетін адамдар тегіс оның болашағынан үлкен үміт күтетін. Жүріс-тұрысынан, сөйлеген сөзінен Төлеген қыздардың бәрін де баурап алды. Алғашқы күнгі ілмес сөз, қақпақ қалжыңдар жайына қалды. Орынсыз бірдеңе айтып қоймайық деп ойлана имене сөйлейміз. Қыздардың әрқайсысы жібек білгісі келді. Маған да ұнады Төлеген. Бірақ менде әйелдің әлі өмірді білмейтін, әлі ләззаттың дамын татпаған парықсыз әйелдің тәкаппарлығы бар еді. Кезекті репетициядан тараған соң қыздардың бәрі у-шу болып, ананы-мынаны айтысып жатқанда мен сөздеріне көп араласпай, әрненені қиялдап, өзіммен өзім отырамын. Төлегеннің көзі маған алғашқы күнінен ақ түсті. Мен аңғармаған, аңғарсам да елемеген қалып таныттым. Өзің білесің, менің біраз даусым болатын. Бізде жақсы әнші қыздар да бар еді. Кейбіреулері радиодан айтатын. Әйткенмен Төлеген басқалардан гөрі маған көбірек ілтипат білдірді. Мен ән салғанда аузыма қарайтын да қалатын. Аздан соң мұны біздің қыздардың бәрі байқады. Сондықтан мен Төлеген масаттанбасын деп, оның әндерін оншама ұнатпайтын сияқтандым. Ал басқа қыздар үйде ауыздарынан тастамайды. Өз жазғаныңды өзің қайта-қайта тыңдағаннан асқан азап жоқ деп Төлеген өз әндерін айтқызбайтын. Бірақ кейде ыңылдап қосылып кеткенімді аңғармай қалушы едім. Бір күні Төлеген жаңадан шығарылған әнін үйретті. Ән бәрімізге де ұнады, ал мен оның сөзі мен сазына еліктеп мас болғандай едім. Жігіт ғашығына өзінің жүрек сырын ашатын, қызғаныш деген сезімнің дәмін алғаш рет сол жерде таттым. Сірә Төлеген бұл әнді сүйген қызына арнаған болар деп ойладым. Төлеген, осы әнді сіз орындайсыз ба дегенде қуанғаннан не істерге білмедім. Өзімнің сертімді ұмытып та кетіппін. Сол кезде мен шын бақыт дедім Бәтимаш. Бірақ адам бақтың қонғанын білмейді, ұшқанын біледі дейді ғой. Бақ қонғаннан мен де білмеппін. Келесі репетицияда Төлегеннің әнін жеке өзім айттым. Сөзімен әуеніне беріліп кеттім білем. Ән салып тұрғанда ештеңені көргем жоқ. Тек соңын қайырғанда ғана Төлегенге көзім түсті. Маған қадала қарап қалыпты. Бетіне адам көз тоқтата алмастай еді.